Өтірік өлең қазақ халқының тұрмыс салтына байланысты туындаған ауыз әдебиетінің көне үлгісі. Шендестіру арқылы бір заттың екінші заттан ерекшелігін, артықтығын көрсету өтірік өлең жанрының басты ерекшелігі саналады. Өтірік өлең әзіл оспаққа құрылып, көбіне той-думанда, ойын-сауықтарда айтылған. Халық поэзиясында айрықша тапқырлық пен өмір шындығын өзгертіп, қисынсыз түрге келтіріп айтудың шеберлік белгісі ретінде бағаланған. Өтірік өлеңде суреттелетін оқиға желісі нақтылы шындықтан алынғанмен, ондағы іс-әрекет шынайы өмірге жанаспайды. Өтірік өлеңде әсірелеумен қатар бейнелеу, теңеу тәсілдері арқылы көркем бейнелер жасалады. Қиыннан қиыстырылған тапқырлық ойдың өткірлігі мен жүйенің қисыны сарапқа түседі. Ақыл өрісін кеңейтетін фантазиялық қиялдың шарықтауы көрініс тауып, әсіресе ғылыми техникалық жаңалықтар шыңға бергісіз ойға құралған сан қилы өтірік өлеңдер туындатады. Өтірік өлең қазақ халық поэзиясындағы ерекше қызғылықты, балалар құмарта тыңдап, қызыға жаттап алатын фольклорлық жанр. Өтірік өлеңді бүлдіршіндер ғана емес, үлкендер де сүйсіне тыңдайды. Тіпті бүгінгі айтыста да бұл жанр тіріле, жаңа қырынан танылып жүр. Тіпті теледидар бағдарламаларына да арқау болып жүр. Сол сияқты халық тазша баланың қырық өтірігі жөніндегі ертегіні де ұрпақтан ұрпаққа қастерлей жеткізіп келеді. Бұл өтірік өлеңнің қазақ фольклорындағы көне де дәстүрлі жанр екендігін көрсетеді. Өтірік өлең бала қиялын ұштауда, бейнелі ойлауға жетелеу, ұтқырлыққа, тапқырлыққа тәрбиелеуде аса маңызды рөл атқарады. Сондықтан да халық ақындары мен балалар жазушылардың шығармашылығында бұл жанр жалғасын тауып өрісті дамып келеді. Өтірік өлең бала тілін сындыруға, оның ана тіліндегі небір бейнелі оралымдарды, дыбыс пен сөз ойнатудың тәсілдеріне үңілуге баулайтын, өлең жаттап, тіпті өзінше өлең шығаруға да жол басшы болатын жанр.